Болашақ университетіне 355 жылдық тарихы бар Швециядағы Лунд университетінің PhD доктор, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының техникалық кеңесшісі Асама Ахмед Махер студенттер мен магистранттарға арналған дәріс сабақтарын бастады. Доктор Асама 10 мен 17 наурыз аралығында төтенше жағдайдан кейінгі алғашқы көмек, экология мен медицина байланысы туралы сабақтарын өтетін болады. Just to study the environmental problem. Мен Қызылорда қаласына екінші мәрте келіп отырмын, және бұл университет тарапынан шақырту алғаныма қуаныштымын. Менің бұл жолға сапарымдағы басты мақсатым ол болашақ университетінің және колледж студенттерімен біліммен бөлісу және тәжірибе алмасу арқылы тығыз байланыс орнату. Университет директоры Қуаныш Дәуренбеков болашақ университеті шетелдік профессорларды оқу үдерісіне тартуға әрдайым қолдау көрсететін және білім алушылар үшін әрдайым жағдай жасалатындығын жеткізді. Бүгін болашақ университетіне дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының техникалық эксперті доктор Асама Али Макер келуде. Ол кісі Швециядағы Лунд университетінің профессоры. Біздің университеттің және университет жанындағы жоғары медициналық колледж және колледждің студенттері үшін осы қоршаған ортаны қорғау, төтенше жағдайлардан кейінгі адам денсаулығын сақтау және алғашқы көмектерді жасау бағытында үлкен дәрістерін өткізетін болады және өзінің барлық тәжірибесімен бөліседі. Бүгін біз осы университетпен студенттермен, профессор оқытушылармен доктор Асаманы таныстыру барысында ол кісі бұл жердегі материалдық техникалық базаны, оның ішінде медицина бағытындағы базаны өзінің тәжірибесінде лекция барысында практика жүзінде көрсетуге мүмкіндігі бар екенін атап өтті. Кездесуде доктор Асама Ахмед Махер өз сөзінде болашақ университеті жоғарғы медициналық колледжі және жоғарғы колледжі студенттер мен магистранттар үшін өзінің дәрістерінде тәжірибесін толық көрсетіп, еркін форматта тыңдаушылармен диалог түрде өткізетіндігін атап өтті. Шыңғыс Нұрекеш, Айдос Исаев, Серікбол Желдербаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.